Саламатсыздар ма, оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Қазақ тіл сабағы пән мұғалімі Ақмарал Дарерханқызы. 3-ші сынып жаңа тақырып 7-ші сабақ қыс айлары. Сабағымыздың мақсаты: тыңдалым материалдар бойынша нұсқаулықтарды орындаймын. Берілген тақырып бойынша сұрақтар қоямын. Сұрақтарға жауап беремін. Жаңа сөздермен жұмыс дәптерімізді ашып жазамыз. Күн солнце, күндіз днем, түн ночь, ұзақ длинный долгий, боран соғады, боран метет, желтоқсан, декабрь, қаңтар, январь, ақпан, февраль. Тамаша балалар, дәптерімізге жазып аламыз сөздікті және менімен бірге қазақша қайталаймыз. Күн, күн. Күндіз, күндіз. Түн, түн. Ұзақ, ұзақ. Боран соғады, боран соғады. Желтоқсан, желтоқсан. Қаңтар, қаңтар. Ақпан, ақпан. Тамаша балалар. Келесі тапсырмамыз ауызша жұмыс, ауызша мәтінмен танысамыз. 86-ші бет кітабымызды ашып, мәтінді оқимыз. Қыс айлары: желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыста күн суық болады, қар жауады, аяз болады, боран соғады. Күндіз балалар қармен ойнайды, шаңғы, шана тебеді. Қыста түн ұзақ, күн қысқа болады. Енді балалар, өзіміз дәптерімізді ашып жазбаша жұмысқа көшеміз. Кәне, жазбаша жұмысымызды бастаймыз. Жазылым бойынша 4-ші тапсырманы дәптерге орындаймыз. Қар жауады, боран соғады, күн қысқа, түн ұзақ. Балалар қармен ойнайды. Керемет балалар, ауызша қайталап өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Кәне, қыс айларын атайық. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қайталаймыз. Желтоқсан, қаңтар, ақпан, қыс айлары. Шана тебеді, шаңғы тебеді. Тамаша балалар. Үйге берілетін тапсырма қыс айларының тақырыбында сурет салып келеміз балалар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.